Мен доктор Анируд Кулкарни, Аполло ауруханасы, Джаянагармен байланыстымын, және мен инсульт туралы қысқаша кіріспе беруге келдім. Инсульт негізінен мидың қан ағымының бітелуімен байланысты кез келген тамырлық бұзылыс. Инсультты тану өте маңызды. Мен бас айтқым келетіні, инсульттің ең маңызды белгілерін есте сақтауға көмектесетін қысқа мнемоника. Бұл be fast. Негізінен тепе-теңдік, егер тепе-теңдік жоғалса. Бей көздер, егер көруде қиындық болса, қос көру болса, немесе науқас көре алмай, көргенін түсіне алмаса. Heartbeat. Бет, егер бетте қандайда бір ауытқу немесе асимметрия болса. Қолдар. Бұл қол болуы мүмкін, аяқ болуы мүмкін, егер қолды немесе аяқты көтеруде қиындық болса. Сөйлеу, егер науқас дұрыс сөйлей алмаса, оған айтылғанды түсіне алмаса. Содан кейін маңызды әрекет ету уақыты. Кім инсульт алуы мүмкін? Кез келген адам инсульт алуы мүмкін. Бұрынғы көзқарас бойынша инсульт қартайған шақтың ауруы деп есептелетін, бірақ қазір өмір салтының өзгеруі, адамдардың жұмыс істеу тәсілдерінің өзгеруі, күнделікті жұмыс пен іс-әрекеттермен байланысты стресс сияқты көптеген басқа факторлардан бұл көзқарасқа күмән келтірілуде. Сондықтан қазіргі уақытта бізде инсультті кері қайтаруға немесе емдеуге болатын терапиялар бар. Қазіргі уақытта болып жатқан инсульт оларға көктамыр ішіне тромболиза жатады. Бұл симптомдар басталғаннан кейінгі алғашқы 4,5 сағат ішінде берілетін инсульттің кейбір ауыр әсерлерін кері қайтаруға көмектесетін травмды бұзатын инъекция. Үлкен травмалары бар, немесе негізгі қан тамырларының бірінде бітелу болған адамдар үшін кейде бұл механикалық тромбектомиямен де емделуі мүмкін. Механикалық тромбектомия бұл біз қан тамырының ішіне механикалық түрде кіріп, травмды жүйеден шығарып алу. Инсульттің алдын алудың жолы бар ма? Иә, бар. Егер сіз қауіп факторларын дұрыс бақылап, өмір салтын өзгертсеңіз, инсульттердің шамамен 70-80 алдын алуға болады. Енді бұл өмір салтының өзгерістері қандай? Сіз темекі шегуді бақылауыңыз керек. Сіз темекі шегуді тоқтатуыңыз керек. Сіз ішімдікті тоқтатуыңыз керек. Сіз жақсы физикалық белсенділікке ие болуыңыз керек. Сондай-ақ жыл сайынғы денсаулық тексерулері жанама әсерлердің немесе қант диабеті, гипертензия, гиперхолестеринемия сияқты қауіп факторларының дамуын анықтау үшін қажет. Осы нәрселердің барлығы дұрыс емделіп, бақылауда болса, көп жағдайда инсульттің алдын алуға болады. Өкінішке орай, кейбір жағдайларда науқастар инсультпен аяқталады, және олар инсультке дайындалған ауруханада емделмейді, немесе олар уақытында инсультке дайындалған ауруханаға жете алмайтын қашықтықта болады. Сондықтан тіпті сол науқастар үшін де үміт бар, себебі физиотерапия, сөйлеу терапиясы және еңбек терапиясының соңғы жетістіктерімен көптеген науқастар функционалдық белсенділіктің белгілі бір мөлшерін қалпына келтіре алады. Бірақ мұның бәрі орын алу үшін әркім болып жатқан инсульт туралы хабардар болуы керек. Сондықтан хабардар болу үшін сізге be fast мнемоникасын есте сақтау қажет. Сондықтан be fast өте маңызды. Сіз тез әрекет етуіңіз керек. Науқасты ауруханаға жеткізуіңіз керек. Егер дұрыс емделсе, көптеген науқастар инсульттен толық қалпына келеді.